Тура мағынада жұмсалып тұрған сөзді табыңыз. Қалың кітап. Сөздердің орын тәртібі арқылы байланысын табыңыз. Жаңа өмір. Етістіктің бұрынғы өткен шақ түрінде тұрған сөзді көрсетіңіз. Сезген. Құрмалас сөйлемді көрсетіңіз. Түс ауып барады, алайда жаудың шабуылы күшеюде. Ашық дауыстылы біріккен сөзді көрсетіңіз. Тасболат. Дерексіз зат есімді белгілеңіз. Ой. Есімшелі бастауыш, баяндауыштың арасына қойылатын тыныс белгісі. Сызықша. Өздік есімдігінің септелген түрін көрсетіңіз. Өзіме, өзі, мен. Буын түрлерінің саны. 3. Ашық буынды сөзді көрсетіңіз. Боса, баға. Буын үндестігіне бағынбай тұрған сөзді көрсетіңіз. Кіріп тар. Белгілі бір себептермен ойдың аяқталмай қалуына байланысты қойылатын тыныс белгісі. Көп нүкте. Шылау мағынасын ажыратыңыз. Қалада, далада жаңарған. Күшеткіш. Қарлығаш әулие, Қарлығаш би аталған кім? Белгілеңіз. Төле би. Көмекші есімде тіркесті табыңыз. Орман іші. Мекен пысықтауыш бола алатын сөз қайсысы табыңыз. Төрге қарай. Шартты бағыныңқы сабақта сөйлемді көрсетіңіз. Қазір сабағыңды жақсылап оқысаң, ертең 5 аласың. Еліктеуіш сөзді көрсетіңіз. Шыр-шыр. Жанасуды көрсетіңіз. Ол кеше келді. Жуан дауыстылар. А, О, А, У. Жай сөйлемді табыңыз. Қазір Еркебұлан сол ақ отаудың төрінде жалғыз отыр. Сын есімді сөз тіркесін табыңыз. Қысқа ағаш. Қате жазылған сөз. Донбасқа. Орфоэпия терминінің анықтамасы қайсысы? Дұрыс айту ережелері. Амал не, бәсе, өкінішке орай сөздері қай қатарға тән? Қыстырма. Септеулік шылауларды көрсетіңіз. Бұдан кейін қарсыласудан ештеңе өнбейді. Ілгерінді ықпалды табыңыз. Бір қыдыру. Амонимдерді табыңыз. Бала түс көрді. Малшы аттан түсті. Сыңары жоқ дауыссыз. Ш. Ырықсыз етістің сөйлемдегі қызметін анықтаңыз. Жоспарланған жүк уақытында жөнелтілді. Баяндауыш. Бұл арада жөнелтілді дегендегі іл ырықсыз етіс болады. Ырықсыз етістің жасалу жолы ыл, іл, яғни жинау, тазартыл, төсел, шақырыл деген сияқты. Құрметті тіл білімі YouTube арнасының көрермендері, алдағы болатын тесттер тағы да жіберіп алмас үшін біздің YouTube арнаға жазылуды ұмытпаңыздар.